Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге өз жұмыстарында қолданылатын кепкен гүлдерді қандай дүкендерден сатып алуға болатынын көрсеткім келеді. Алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Әлі талай сіздерге қызықты ақпараттар айтылады. Қазіргі таңда Астанамызда бұндай дүкендер көптеп ашылуда. Кепкен гүлдерді, стабилизированный гүлдерді және интерьерге арналған құмыралар, түрлі гүлді панолар сатылады. Мен өз жұмыстарында осындай гүлдердің тек ұсақ түрін ғана қолданамын. Яғни гортензия, азотамус, лаванда гүлін қолданамын. Осындай дүкендерге келсеңіздер, түріне, көлеміне, түсіне және бағасына қарай өз таңдауыңызға байланысты гүлдер сатып алуға болады. Кепкен гүлдерді әшекей бұйымдарға ғана емес, сонымен қатар резин арт немесе сабын дайындау, майшам дайындау қолөнерлерінде де қолдануға болады. Сіздердің жұмыстарыңызға өте әдемі реңк береді. Осындай кепкен гүлдерден түрлі әдемі композиция жасап, өз үйіңіздің интерьеріне байланысты қылдырып, әдемі букет жинап алуға болады.